Сәлем достар, бұл Қазақ Storytime. Біз бастаймыз. Мен бұл бандиттерді таптым және анамның кегін алам. Олар қашышып құтыла алмайды. Тозақтың соңғы күні. Сирия, Пальмира маңындағы шаңды дала. Ауаның ыстықтығы сонша демалған сайын өкпен күйіп бара жатқандай сезіледі. Аспанда тікұшақтардың гүрілі, ал жерде автоматтардың толассыз тарсылы мен жарылыстардың жаңғырығы құлақ тұндырады. Арман қираған ғимараттың қабырғасына арқасын сүйрете құлады. Оның үстіндегі құм түстес камуфляжы шаң мен қанға, терге әбден малынған. Оң иығынан жанай өткен оқ киімін жыртып кеткен. Бірақ ол ауырсынуды сезбейді. Себебі оның бойында адреналин тасып тұр еді. Ол Қазақстаннан барған арнайы мақсаттағы десанттық шабуылдаушы топтың спецназ ВДВ командирі капитан Арман Исаев. 28 жастағы бұл жігіттің көздерінде соғыстың бүкіл қасіреті, өлім мен қатыгездік ізін қалдырған. 2 жылдық келісім шарт. 2 жыл бойы тозақтың ортасында, жат жерде, бөгде елдің аспаны астында оққа ұшу қаупімен өмір сүру. Бүгін оның ең соңғы тапсырмасы. Ертең ол үйге қайтады. Рациядан ресейлік одақтастардың дауысы саңқылдады. Қыран 1 эвакуациялық тікұшақ жолға шықты. 3 минуттан соң төбелерінде боламыз. Шегініңіздер. Арман ауыр күрсініп, автоматының оқшатарын, магазинін ауыстырды. Сосын кеудесіндегі қалтасының кішкентай, шеттері мүжілген фотосуретті шығарды. Суретте ақ жаулық тартқан, жүзінде мейірім төгілген, күлімсіреп тұрған орта жастағы әйел бейнеленген еді. Бұл оның анасы, Райхан апа. Шыдаңыз, анашым, мен келе жатырмын. Енді ешқашан сізді жалғыз тастамаймын деп сыбырлады Арман суретке қарап. Сосын суретті қайтадан жүрегінің тұсына жасырып, рацияны алды. Жігіттер, шегінеміз. Көлікті жабылтып атыңдар. Бірнеше сағаттан соң Арман әскери ұшақтың терезесінен Сирияның шөл даласына соңғы рет көз тастап отырды. Оның кеудесінде ерлігі үшін медалі, ал сөмкесінде анасына арнап алған Дамаск жібегінен тоқылған әдемі орамал бар еді. Соғыс бітті. Енді тек тыныштық, бейбіт өмір және анасының ыстық бауырсағы мен шайы күтіп тұр. Ол солай ойлады. Ол өз отанында, өз туған қаласында, оны Сириядан да бетер қорқынышты, іштен іріткен жау күтіп тұрғанын білмеген еді. Туған қаланың салқын лебі. Қараша айының соңы. Қазақстанның оңтүстігіндегі шағын өнеркәсіптік қалашықтардың бірі. Ауа райы бұлтты, ызғарлы жел бетті қариды. Арман пойыз вокзалына түсті. Үстінде қарапайым азаматтық киім, қара джинсы, былғары күрте және басында қара кепка. Тек оның иығына асқан үлкен әскери тактикалық рюкзагымен жүріс-тұрысындағы аса сақтық, жыртқышқа тән ширақтық қана оның қарапайым адам еместігін білдіріп тұрғандай еді. Ол анасына қайтып келе жатқанын айтпаған болатын. Тосынсый, сюрприз жасағысы келді. Райхан апа өмір бойы қалалық нан зауытында жұмыс істеген, күйеуі ерте қайтыс болып, жалғыз ұлын өз қанымен, маңдай терімен асыраған қайраттай. Зейнетке шыққан соң, ол үйінің алдындағы бұрыштан шағын ғана Райхан атты азық-түлік дүкенін ашып, сонымен күн көріп отырған еді. Арман таксиге отырмай, өзі өскен ескі көшелермен жаяу жүруді жөн көрді. Ол туған жерінің ауасын жұтып, соғыс кезінде жиналған қан мен оқ-дәрінің иісінен арылғысы келді. Анашым қазір дүкенде шығар. Мені көргенде жылайтын шығар. Үйдің шаруаларын өзім істеймін, дүкенін үлкейтіп беремін. Енді тек қана бейбіт еңбекпен айналысамын деп ойлады ол іштей жымиып. Жарты сағаттан соң ол өзінің көшесіне жақындады. Алыстан Райхан апаның шағын дүкенінің маңдайшасы көрінді. Бірақ Арманның әскери түйсігі, қауіпті алдын ала сезетін инстинкті кенеттен оянып кетті. Дүкеннің алдында су жаңа, қап-қара терезелері күңгірттелген Toyota Land Cruiser джипі тұр еді. Мұндай ескі, кедей ауданда мұндай көліктің тұруы сирек құбылыс. Оның үстіне көліктің есіктері ашық, ішінен қатты ойнаған шансон музыкасы естіліп тұрды. Арманның жүрегінде белгісіз бір үрей пайда болды. Ол қадамын жылдамдатып дүкенге қарай жақындады. Сыртта ешкім жоқ, бірақ дүкеннің ішінен айқайлаған еркектердің дауысы, шынылардың шағылған сылдыры және әйел адамның жанұшыра жылаған дауысы естілді. Бұл анасының дауысы еді.
Жыртқыштың оянуы, дүкен ішіндегі сұмдық. Арман рюкзагын жерге тастай салды. Оның миындағы бейбіт өмір туралы ойлар 1 миллисекундтың ішінде өшіп, орнына 2 жыл бойы соғыста шыңдалған, өліммен бетпе-бет келген суық қанды сарбаздың, нағыз тірі машинаның режимі қосылды. Оның көздері мұздай суып, демалысы баяулады. Жүрек соғысы керісінше жиілеудің орнына назарды бір нәрсеге шоғырландыру үшін тынышталды. Ол дүкеннің есігін жұлқа ашып ішке кірді. Дүкен іші тас-талқан болған. Сөрелердегі тауарлар жерге шашылған, банкалар сынып, еденге сүт пен шырын төгіліп жатыр. Касса аппараты жерге лақтырылған. Ал бөлменің ортасында Арманның қаны басына шапты. 3 дәу, спорттық киім киген, мойындарында жуан алтын алқалары бар, жүздерінен қатыгездік пен жазасыздық тамып тұрған баскесерлер, бандиттер тұр еді. Олардың біреуі басы тақырланған, бетінде тыртығы бар, ең ірісі Райхан апаны шашынан бұрап ұстап, қабырғаға басып тұр екен. Анасының ерні жарылған, беті көгерген, үстіндегі жұқа кофтасы жыртылып кетіпті. Ол қорқыныштан дірілдеп, еңіреп жылап тұрды. «Мен саған не дедім, кәрі мыстан?» деп ақырды әлгі тақырбас, Райхан апаның бетіне түкіре сөйлеп. «Бақаның территориясында жұмыс істейсің бе, салық, доля төлейсің. 1 ай кешіктірдің. Енді қарызың 2 есе өсті. Неге түсінбейсің? Ақша жоқ болса, мына дүкеніңді өртеп жіберемін, ал өзіңді қала сыртына апарып, иттерге талатамын». «Балам-ау, қайдағы ақша? Мен күнделікті нан пұлын әрең тауып отырған зейнеткермін ғой. Тиіспеңдерші маған. Менің балам әскерден келсінші, бәрін беремін» деп жалынды аны көз жасы бұршақтап. «Балам дейді ғой», деп қарқылдап күлді екінші бандит, қолындағы темір таяқпен, битамен, витринаның шынысын ұрып сындырып. «Сенің балаңды да қосып көмеміз керек болса?» «Қайда сенің сол балаң, а?» «Ол осында» деген мұздай үрейлі дауыс дүкен ішінде жаңғырып кетті. Қанды есеп айырысудың басталуы. 3 бандитте жалт бұрылды. Есік алдында тұрған Арманды көрді. Оның дене бітімі орташа болғанымен, көздеріндегі қараңғылық пен жыртқышқа тән сабырлық кез келген адамның зәресін ұшыратындай еді. Райхан апа Арманды көріп, көздері шарасынан шыға жаздады. Ол ұлын таныды. «Арман, құлыным, қаш, балам, бұлар сені өлтіреді. Оларда пышақ бар», деп жанұшыра айқайлады ана. Тақырбас бандит оның аузынан ұрып жіберді. Райхан апа жерге құлады. Арманның миында бірдеңе сырт ете қалды. Ол үшін енді бұл жер туған қаласы емес, дәл бағанағы Сирияның қанды майданына айналып кеткен еді. Оның анасын, оның жалғыз ғана жәннатын біреу ұрды. Оның көз алдында. «Ей, шлюханың баласы», деді тақырбас бандит Арманға қарап, белінен үлкен аңшы пышағын суырып алып. «Келгенің жақсы болды. Қазір анаңның көзінше ішегіңді ақтарып». Ол сөзін аяқтап үлгермеді. Арман орнынан қозғалған жоқ, ол құстай ұшты. Кәдімгі көше төбелес емес, бұл арнайы жасақтың өлімге бағытталған кәсіби соққысы еді. Арманның оң аяғы найзағайдай жарқ етіп, тақырбастың тізесіне бүйірден тиді. Сырт еткен сүйектің сынған дыбысы дүкенді жаңғыртып жіберді. Тақырбас ауырсынудан бақырып жіберіп, тізе бүге бергенде, Арман оның қолындағы пышақты қағып түсіріп, басынан, високтан, жақпен дәлдеп ұрды. Дәу бандиттің көздері аларып, еденге күрс етіп құлады да, есінен танып қалды. Бар болғаны 2 секунд уақыт кетті. Қалған 2 бандит не болғанын түсінбей қалды. Темір бита ұстаған екіншісі ақырып, Арманның басына таяқты сермеді. Арман сәл ғана еңкейіп, битаның астынан өтіп, жаудың қабырғасынан 2 рет тесіп өтерліктей соққы жасады. Бандиттің қабырғалары сынып, тынысы тарылып қалғанда, Арман оның мойнынан ұстап, витринаның қалған шынысына басымен қойып ұрды. Шыны шашылып, бандит қанға боялып жерге сұлады. Үшіншісі, ең жасы әрі арықтауы, қорқыныштан дірілдеп кетті. Ол Арманның адам емес, нағыз құбыжық екенін түсінді. Ол қалтасынан травматикалық тапаншасын оса шығаруға талпынды. Бірақ Арман оған мұрсат бермеді. Ол үстел үстіндегі консерві банкасын алып, оның бетіне дәлдеп лақтырды.
Банка бандиттің мұрнына тиіп, мұрнын тасталған етті. Арман оған жақындап келіп жағасынан көтеріп алды да көзіне тік қарады. Кімнің жігіттерсіңдер? Деді Арман даусын көтермей, бірақ әрбір сөзі қорғасындай ауыр еді. Біз Баханың адамдарымыз, деді бандит қан қақырып, жыламсырап. Сен өлесің. Баха сені тауып, теріңді тірлей сыпырады. Білесің бе ол кім екенін? Арман оның бетіне жақын келіп суық жымиды. Бахан айт. Оның ажалы Сириядан келді деп. Мен оны өзім табамын. Ал енді анамнан кешірім сұра. Бандит Райхан апаға қарап кешіріңіз деп міңгірледі. Арман оны желкесінен ұстап, дүкеннің есігінен сыртқа, көшедегі шалшық суға лақтырып жіберді. Ол жерде есінен танып жатқан қалған екеуінде жағасынан сүйреп далаға шығарып тастады. Машиналарыңды алыңдар да, жоғалыңдар. Екінші рет бұл көшеде көрсем, тірідей өртеп жіберемін. Деді Арман мұрны сынған бандит қалған екеуін сүйрелеп көлікке тиеп, шаңдатып қашып кетті. Көз жас және жабық есіктер. Арман дүкеннің есігін ішінен құлыптап жапты. Ол бұрышта қорқыныштан қалтырап, жылап отырған анасының қасына келіп, тізе бүкті. Ол өзінің қанға боялған қолдарын шалбарына сүртіп, анасын ақырын ғана құшақтады. Анашым, кешіріңізші мені. Кешіктің, деді Арманның тамағына өксік тығылып. Оның соғыста қатайған жүрегі анасының жарылған ернін, жыртылған киімін көргенде бөлшектеліп кеткендей болды. Райхан апа ұлының мойнына асылып, өксіп жылады. Құлыным менің. Тірімісің? Аман есен оралдың ба, жарығым? Олар саған ештеңе қылмады ма? Сенің үсті басың қан ғой. Деп ол Арманның бетінен, қолынан айналып толғанып сүйіп жатты. Арман анасын көтеріп, дүкеннің артындағы шағын бөлмеге алып кірді. Су берді, жарасын жуып бетіне мұз басты. Бұл не сұмдық, анашым? Кім бұлар? Мен жоқта бұл қалада не болып жатыр өзі? Деп сұрады Арман ашуын зорға басып. Райхан апа көз жасын сүртіп ауыр күрсінді. Сен кеткелі қаланы Баха деген қылмыстық топ опық басып алған, балам. Оның адамдары барлық базарларды, дүкендерді, тіпті зауыттарды да өз бақылауына алған. Милиция олармен сыбайлас, ешкім арыз жаза алмайды. Арыз жазғандардың үйі өртеніп, өздері із-түзсіз жоғалып кетіп жатыр. Мен оларға ай сайын зейнетақымнан жырып салық төлеп келдім. Бұл айда дәрілеріме ақша кетіп бере алмай қалып едім. Келіп дүкенімді шағып, өзімді қорлап жатқаны осы. Балам-ау, сен оларды ұрып үлкен қателік жасадың. Олар енді бізді тірі қоймайды. Олар өте көп қарулы. Түнде келіп үйімізді өртеп кетеді. Бұл қаладан қашуымыз керек. Арман орнынан баяу тұрды. Оның көздері терезеден сырттағы қараңғылыққа қадалды. Ол Сирияда террористермен, жанкештілермен соғысқан еді. Ол достарынан айырылды, өлімді көрді. Ол туған жеріне тыныштық іздеп келген еді. Бірақ оның елінде, оның қаласында террористерден кем түспейтін өз халқын, қарапайым аналарды қорлап отырған өз қандас баскесерлері бар екен. Оның ішіндегі жауынгер енді бір жола оянды. Қашу. Арнайы жасақ офицері өз үйінен қашама. Ешқашан. Анашым, ешқайда қашпаймыз, деді Арман суық әрі өте сенімді дауыспен. Бұл біздің үйіміз. Мен 2 жыл бойы жат жерде бөгде елдің тыныштығы үшін соғыстым. Енді өз анамның тыныштығын қорғай алмасам, кеудемдегі темірдің, медальдің не қажеті бар? Олар соғыс не екенін білмейді. Мен оларға нағыз соғыстың не екенін көрсетемін. Арман бөлмеден шығып, өзінің әскери рюкзагын ашты. Оның ішінен Сириядан өзімен бірге алып келген, ресми емес, әскери олжа ретінде сақтаған заттары, арнайы тактикалық пышағын, кевлар қолғаптарын және бітін шашатын тымағия шал. Ол анасының көз жасын төккен әрбір тамшысы үшін бұл баскесерлердің қанымен жауап беретініне өзіне серт берді. Баханың империясының құлайтын күні басталған еді. Бұл түн қала тарихындағы ең қанды, ең қатыгез кек алу түні болмақ, қылмыс әлемінің серкесі.
Қаланың қақ ортасында орналасқан Олимп түнгі клубы сырттай қарапайым көңіл көтеру орны көрінгенімен, іс жүзінде бұл қаланы осында ұстап отырған Баханың. Клубтың ең жоғарғы қабатындағы веб-кабинетте қою темекі түтіні мен қымбат вискидің иісі қолқаны қабады. Баха елуді алқымдаған, денесі толық, көздері сығырайған, қатыгездігімен аты шыққан қылмыстық топ серкесі. Ол былғары креслода шалқайып отырып, алдында бастары салбырап, қанға боялып тұрған үш адамына жек көре қарады. Бұл бағана ғана Райхан апаның дүкеніне барып, арманнан оңбай таяқ жеп қайтқан үшеу еді. Олардың біреуінің мұрны тасталған болып сынған, екіншісінің қабырғасы омырылып, дем ала алмай ыңырсып тұр, ал үшінші тақырбастың тізесі сынғандықтан оны екі адам қолтығынан сүйіп әрең ұстап тұрды. Сонымен, деді Баха үстел үстіндегі шыны стақанды саусағымен шертіп. Дауысы бәсең болғанымен, ішіндегі ашуы жанартаудай қайнап жатқаны білініп тұрды. Менің қаламда, менің территориямда қайдағы бір зейнеткер кемпірдің баласы келіп, менің ең мықты деген үш адамымды 2 минуттың ішінде мүгедек қылып тастады. Солай ма? Баха аға, ол кәдімгі адам емес, деді мұрны сынған бандит қан қақырып. Ол шайтанның өзі. Қалай ұрғанын байқамай да қалдық. Көздерін көрсеңіз ғой, жабайы аң сияқты. Ол сізге сәлем айтты. Ажалың Сириядан келді, өзім табамын деді. Ол әскери адам сияқты. Сар еткен дыбыс шықты. Баха үстел үстіндегі стақанды алып сөйлеп тұрған бандиттің басына бар күшімен ұрып жіберді. Шыны шашылып, бандит жерге күрсетіп құлады. Малдар, бейшаралар, бір ғана бөлтірік үшін бүкіл қаланың алдында менің беделімді төкпексіңдер ме? Егер бүгін түнде оны жазаламасам, ертең маған ешкім салық төлемей қояды. Ешкім менен қорықпайтын болады. Деп ақырды Баха орнынан атып тұрып. Ол бөлменің бұрышында үнсіз тұрған, бойы 2 метрге таяу, бұлшықеттері ойнаған, бетінде үлкен тыртығы бар Тарзан лақабатымен белгілі бас бригадирге. Тарзан, ең мықты 10 жігітті ал. Қаруланыңдар, тегіс ұңғылы мылтық, дробовик, тапанша, темір арматура, бәрін алыңдар. Қазір түн ішінде сол дүкенге барасыңдар. Дүкенді өртеп жіберіңдер. Кемпірді соның көз алдында өлтіріңдер. Ал әлгі батырды тірілей маған осында әкеліңдер. Оның терісін тірілей сыпырып қаланың ортасына іліп қоямын. Кетіңдер. Жыртқыштың апаны, үйдегі дайындық. Бұл кезде Арман мен Райхан апаның шағын үйінде мүлдем басқа дайындық жүріп жатқан еді. Арман анасын тыныштандырып, оған валерьянка ішкізді. Ол бандиттердің міндетті түрде қайтып келетінін жүз білетін. Қылмыстық әлемнің жазылмаған заңы сондай, егер олар жауап қайтармаса, олардың беделі түседі. Арман үйдің астындағы көкөніс сақтайтын кішкентай, терезесіз жертөлені, подвал, тазалап ішіне жылы көрпешелер төсет. Анашым, сіз осы жерде боласыз, деді ол Райхан апаны жертөлеге кіргізіп жатып. Не шу естісеңіз де, қандай айқай шықса да, мен есікті өзім ашпайынша сыртқа шықпаңыз. Түсіндіңіз бе? Уайымдамаңыз, сіздің ұлыңыз Сирияда бұдан да қиын жағдайлардан тірі шыққан. Бұл бұзақылар мен үшін жай ғана даладағы қорқау қасқырлар. Райхан апа ұлының бетінен сүйіп көз жасын сүртті. Құлыным, аман болшы тек. Қан төкпеші балам, милицияға хабарлассақ қайтеді. Милиция олардың қалтасында, анашым. Бұл жерде тек бір ғана заң жұмыс істейді, күштің заңы. Мен оларға сол заңды көрсетемін. Отырыңыз. Арман жертөленің есігін сыртынан мықтап жапты да, үстіне ауыр шкафты итеріп қойды. Анасы енді толық қауіпсіздікте еді. Осыдан кейін Арман нағыз аңшы режиміне көшті. Ол дүкеннің және үйдің барлық жарықтарын өшіріп тастады. Электр есептегіштегі, счетчиктегі пробкаларды бұрап алды. Енді ғимараттың іші көзге түртсе көргісіз қараңғылыққа батты. Соғыс ережесі жауды өзіңе ыңғайлы аумаққа тарт және оны көру мүмкіндігінен айыр. Арман қараңғыда көруге, дыбысы жүруге әбден машықтанған спецназ офицері болатын. Ол дүкеннің еденіне сынған шыны сынықтарын әдейі шашып тастады, жаудың қай жерде келе жатқанын сықырлаған дыбысынан білу үшін.
Өзі қара түсті тактикалық киімін киді. Қолына кевлар қолғабын ілді. Белдігіне Сириядан әкелген әскери пышағын, боевой нож қыстырды. Қалтасына жалғыз түтін шашатын шашкасын, дымабая граната салды. Ол дүкеннің ең қараңғы бұрышына барып, көлеңкемен бірге тұтасып, үнсіз күтіп тұрды. Ол күтті. Ол қорқыныш не екенін ұмытқан адам еді. Оның тамырында кек пен әділеттің оты ғана ағып жатты. Түнгі шабуыл және түтін ішіндегі елес. Түнгі сағат 2:30. Көшедегі иттер үргенін тоқтатып, айнала өлі тыныштыққа батқан кез. Дүкеннің алдына фараларын өшірген екі үлкен джип келіп тоқтады. Көліктен үнсіз, бірақ өте сенімді түрде 10 шақты қарулы адам түсті. Оларды еңгезердей Тарзан бастап келді. Оның қолында қысқа ұңғылы мылтық обрез, қалғандарының қолында темір таяқтар мен травматикалық тапаншалар. Іште жарық жоқ. Ұйықтап жатқан шығар, малдар, деп сыбырлады Тарзан қасындағыларға. Екі адам артқы есікке барыңдар. 4-еуің менімен ішке кіресіңдер. Қалғандарың сыртты күзетіңдер. Тез, шуламай кіреміз. Тарзан дүкеннің негізгі есігінің құлпын темір сүйменмен, ломмен бұрап сындырды да. Есікті теуіп ашты. 4 бандит ішке кірді. Іші қап-қараңғы. Терезелер тақтаймен шегеленіп басталғандықтан көшедегі айдың жарығы да түспейтін еді. Әй, жарықты қосыңдаршы. Ештеңе көрінбейді, деді біреуі қабырғаны сипалап. Жарық істемейді, пробкаларын ағытып тастапты. Фонариктеріңді қосыңдар, деп бұйырды Тарзан. 1-2 бандит қалталарынан шамдарын шығарып жаққан сәтте, олардың аяқ астына еденге бір металл зат домалап түсті. Пс деген қатты ысылдаған дыбыс шығып, көзді аштып, тынысты тарылтатын қою, сұр түтін дүкеннің ішін секундтар ішінде жайлап алды. Бұл әскери түтін шашкасы еді. Фонариктің жарығы түтінге шағылысып, көру мүмкіндігін нөлге түсірді. Түтіннің ішінде қалған бандиттер жөтеліп, көздерінен жасы ағып, бір-бірін қағып соға бастады. Түтін. Бұл не бәле? Қарайыңдар аяқ астына, деп айқайлады Тарзан мылтығын жан-жаққа кезеніп. Дәл осы сәтте нағыз аңшылық басталды. Қою түтіннің ішінен, ешқандай дыбыс шығармай, үсті басы қара киімді елес пайда болды. Бұл Арман еді. Ол түтін мен қараңғылықта өз үйіндегідей еркін қозғалатын. Ол ең шетте тұрған бандиттің ту сыртынан келіп, оның аузын қолымен жапты да, екінші қолымен оның мойнындағы ұйқы артериясын, сонная артерия, қатты қысып жіберді. Бандит 1-2 рет жұлқынды да, ешбір дыбыс шығара алмай, есінен танып Арманның қолында сұлқ түсті. Арман оның денесін дыбыссыз жерге жатқызды. Біреуі кетті. Екінші бандит сықырлаған шыны сынықтарының үстімен басып алға ұмтылды. Жека, қайдасың? Деп айқайлады ол досын іздеп. Оның дауысы шыққан бағытты анықтаған Арман жермен жорғалап барып, оның тізесінен қатты теуіп құлатты. Бандит құлап түскенде Арман оның үстіне мініп, кеудесінен ауыр соққымен ұрып, ауасын шығарып жіберді де, қолындағы темір таяғын тартып алып, өз басына ұрды. Екіншісі де сұлады. Қорқыныш пен қан, бандиттердің үрейі. Түтін ішіндегі айқай мен гүрс етіп құлаған денелердің дыбысы қалғандарын жабайы үрейге батырды. Олар өмірлерінде талай рет адам ұрып, бопсалаумен айналысқан, бірақ нағыз кәсіби өлтіруші сарбазбен ешқашан бетпе-бет келмеген еді. Олардың барлық батырлығы қараңғылықтағы мынау белгісіздікпен көзге көрінбейтін жаудың алдында күл-талқан болды. Атыңдар. Кімді көрсеңдер де атыңдар, деп айқайлады Тарзан қорқынышқа беріліп. Бір бандит қолындағы тапаншасынан қараңғыға қарай 2-3 рет ретсіз оқ атты. Оқтар дүкеннің сөрелеріне тиіп шаң көтерілді. Бұл оның соңғы қателігі. Мылтықтың жарқылы оның орнын толық ашып берді. Арман көлеңкеден атылып шығып, бандиттің қару ұстаған қолын қайырып, білегін сындырып жіберді. Қырс еткен сүйектің дыбысымен бандиттің аша айқайы қатар шықты. Арман оны аямай, тізесімен ішінен бір ұрып, оны да істен шығарды. 4 адамнан тек Тарзан ғана қалды. 2 метрлік дәудің өзі қазір қорқыныштан қалтырап тұрды. Ол мылтығын кеудесіне қысып алып, артына шегіне бастады. Шық, мыстанның баласы. Қайдасың? Көзбе-көз шық, еркек болсаң, деп айқайлады ол түтінге қарай.
Оның даусында бұрынғы сенімділіктен жұрнақ та қалмаған еді. Кенеттен жоғарыдан шкафтың үстінен қара көлеңке секіріп түсті. Арман Тарзанның тура үстіне түсіп, оның қолындағы мылтықтың ұңғысынан ұстап, оны жоғары қарай бұрап жіберді. Дәу Тарзан күшпен қарсыласқысы келді, бірақ Арманның тактикалық соққысы оның шынтағына дөп тиіп, қолынан қаруын ұшырып түсірді. Тарзан жұдырықтаспақ болып, оң қолын сермегенде, Арман оның соққысынан оп-оңай бұлтарып, оның қабырғасының астына, печенге, бар күшімен сүйекті сындыратындай етіп соққы жасады. 2 метрлік дәудің тынысы бітіп, тізе бүгіп қалды. Арман оның артына өтіп, мойнына әскери пышағын тақады. Пышақтың өткір жүзі Тарзанның терісін сәл ғана тіліп, қан тамшылады. «Қимылдама. Қимылдасаң, басыңды кесіп тастаймын», деп сыбырлады Арман оның құлағына. Даусында ешқандай эмоция, ешқандай ашу жоқ. Тек өлімнің мұздай лебі бар еді. Тарзан қатып қалды. Ол өз өмірінде талай рет адам өлтірген, бірақ дәл қазір өзінің ажалы мойнында тұрғанын бүкіл денесімен сезінді. Сыртта күзетте тұрған 6 бандит іштегі айқай мен атысты естіп дүкенге қарай ұмтылмақ болды. Бірақ Арман Тарзанды қалқан ретінде алдына ұстап есікке жақындады. «Егер кімде-кім бір қадам ішке аттаса, мынаның тамағын орамын. Қаруларыңды тастаңдар», деп ақырды Арман қараңғылықтан. Сырттағы бандиттер өздерінің ең мықты басшысы Тарзанның әлдекімнің қолында қанға боялып, дәрменсіз тұрғанын көргенде төбелерінен жай түскендей болды. Олар таяқтары мен тапаншаларын жерге тастап кері шегінді. Бақаның мекенжайы, кекке апарар жол. Түтін біртіндеп тарай бастады. Дүкеннің едені қанға, сыныққа және ыңырсыған бандиттердің денелеріне толып жатты. Арман пышағын Тарзанның мойнына қаттырақ басты. «Енді мен сұрақ қоямын, сен жауап бересің. Егер өтірік айтсаң немесе кідірсең, келесі сөзіңді о дүниеде айтасың. Түсіндің бе?» деді Арман. «Түсіндім», деп қырылдады дәу Тарзан дірілдеп. «Бақа қайда? Оның негізгі базасы қай жерде орналасқан?» Ол қазір осында емес. Ол қала сыртындағы ескі ет комбинатында, месокомбинат. Оның бүкіл жігіттері, опшағы, ортақ ақшасы сол жерде. Онда қанша адам бар? Қарулары қандай?» Арман нақты әскери барлау, разведка сұрақтарын қойып жатты. 30-ға жуық адам бар. Автоматтар, калашниковтар бар. Біздің қаланы қадағалайтын бүкіл бригада сол жерде түнейді. Оларға тиісе алмайсың, братан. Олар сені торғай құрлы көрмей атып тастайды», деді Тарзан шынайы қорқынышпен. Арман мысқылдап күлді. «Торғай ма? Мен сендер сияқты 50 террористі бір ғимаратта жойып жібергенмін. Сендер мен үшін жай ғана қоқыссыңдар». Ол Тарзанның басынан қатты ұрып, есінен таңдырды. Оның ауыр денесі жерге құлады. Арман сыртта қорқып тұрған 6 бандитке қарап: «Бұларды жинап алыңдар да бақаларына жеткізіңдер. Оған айтыңдар, мен оның ет комбинатына бара жатырмын. Ол менің анамды жылатқан үшін бүкіл империясымен бірге жанып кететінін біліп алсын», деп бұйырды. Бандиттер естері шыға, достарын сүйрелеп джиптеріне тиіп, шаңдатып қашып кетті. Олар бұл құбыжықтан тезірек құтылуды ғана армандаған еді. Арман дүкеннің ішінде жалғыз қалды. Ол жертөленің үстіндегі шкафты итеріп, есікті ашты. Райхан апа жылап, дірілдеп сыртқа шықты. Балам, сен амансың ба? Олар қайда?» деді анасы Арманның үстіндегі қанды көріп шошып кетіп. «Бәрі жақсы, анашым. Бұл менің қаным емес. Олар енді бұл көшеге ешқашан жоламайды», деді Арман анасының қолынан сүйіп. «Бірақ іс мұнымен бітпейді. Егер мен бұл істің тамырын бүгін кеспесем, олар бізге тыныштық бермейді. Сізді қазір менің ескі әскери досымның үйіне апарып тастаймын. Ол сізді қорғайды. Ал сен ше, балам? Сен қайда барасың?» «Жоқ, барма, олар сені өлтіреді». Райхан апа ұлының кеудесіне жабысып жібергісі келмеді. Арманның көздері терезеден сырттағы қараңғы түнге қадалды. Оның жүзінде шегініс жоқ еді. «Мен аяқталмаған соғысымды бітіруге барамын, анашым. Таң атқанша бұл қалада Бақа деген есім қалмайды.
Арман рюкзагын асып, тактикалық кеудешесін, разгрузкасын киді. Қаланың шетіндегі ескі ет комбинатында оны 30-ға жуық қарулы бандит және нағыз тозақ күтіп тұр еді. Бірақ ол Сирияның тозағынан тірі шыққан десантшы болатын. Бұл түн оның жаулары үшін ақырзаманға айналмақ еді, қауіпсіз бекініс және майдандас дос. Түнгі сағат 3. Қала ұйқыда жатқанымен, көшедегі шалшық суды кешіп келе жатқан Арманның жүрегінде соғыс дабылы қағылып тұрды. Ол анасы Райхан апаны бұрынғы майдандас досы, Шешенстанда бірге қызмет еткен снайпер Русланның үйіне алып келді. Руслан қаладағы ең сенімді адам еді, оның үйі темір қақпалы бекініс сияқты болатын. Руслан Райхан апаны ішке кіргізіп, әйеліне тапсырды да, өзі сейфін ашып, аңшылық мылтығын сайға шығара бастады. Бауыр, мен сенімен бірге барамын. Баханың артында 30 шақты қанішер бар. Оларда автоматтар, калашниковтар болуы да ғажап емес. Жалғыз өзің барғаның, өлімге басыңды тіккенің. Деді Руслан оқжатарын, магазинін толтырып жатып. Арман досының иығынан басып, мылтықты төмен түсірді. Жоқ, Рус, бұл менің соғысым. Менің анамның көз жасы үшін мен ғана жауап беремін. Сен осы жерде қал. Анамды қорға. Егер таң атқанша оралмасам, оны алып, бұл қаладан көшіп кетіңдер. Бірақ мен ораламын, деді Арман көздеріндегі мұздай сенімділікпен. Руслан досының Сирияда қандай тозақтардан жалғыз өзі аман шыққанын жақсы білетін. Ол Арманның спецназдағы лақап аты көлеңке Тень екенін, оның қараңғылықта елес сияқты қимылдайтынын есіне алды. Сақ бол, бауырым. Оларды аяма, деді Руслан қоштасып. Арман тактикалық кеудешесінің, разгрузкасының белдіктерін тартып, қара кепкасын көзіне дейін түсірді. Ол түнгі қаланың қараңғылығына сіңіп көзден ғайып болды. Қасқырлар апаны, ет комбинатындағы дүрбелең. Қаланың шетінде орналасқан, кеңес заманынан қалған ескі ет комбинаты, месокомбинат, қазір жұмыс істемейтін, қаңырап бос қалған үлкен өнеркәсіптік аймақ еді. Биік темір шарбақтармен қоршалған, тот басқан цехтары бар, бұл жер Баханың опкысының, қылмыстық тобының негізгі штабы болатын. Олар бұл жерде қару жарақ сақтайтын, бопсалап тартып алған көліктерін жасыратын және адамдарды әкеліп азаптайтын. Орталық цехтың ішінде жарық жарқырап тұр. 30-ға жуық бандит аяқтарынан тік тұрып, қаруларын сайлап жатты. Олардың қолдарында бесатар мылтықтар, дробовиктер, Макаров тапаншалары, тіпті ескі 2-3 калашников автоматы да бар еді. Үстел үстінде қанға боялған бинттер, сынықтарын танып жатқан бағанаға Тарзан мен қалған бандиттер отыр. Баха бөлменің ортасында ары-бері жүгіріп, аузынан ақ көбігі ағып айқайлап жүр. Ол келе жатыр дейсіңдер ме? Бірақ адам. Және сендер қашып келдіңдер ме? Деп ақырда Баха Тарзанның жағасына жабысып. Мен сендерді не үшін асырап отырмын? Баха аға. Ол кәдімгі адам емес. Ол түтіннің ішінен шықты да, төртеумізді 2 секундта сұлатып салды. Біз оның бетінде көрмедік. Ол сізді өлтіремін деп уәде берді, деді Тарзан шынтағын ұстап ыңырсып. Оның зәресі әбден ұшқан еді. Баха тапаншасын алып, ауаға бір рет оқ атты. Бәрі тым-тырыс бола қалды. Ешқандай елес жоқ. Ол жай ғана әскерден келген десантшы. Қаны да, еті де адам. Қазір есіктен кірген бойда оны тесік-тесік қылып атып тастайсыңдар. Сыртқа 10 адам шығып, периметрді күзетіңдер. Төбеге, кіршаға 2 мерген шықсын. Егер ол осы комбинатқа жақындаса, ескертусіз атыңдар. Мен оның басын кесіп, анасының есігіне іліп қоямын. Деп бұйырды Баха. 10 қарулы бандит сыртқа шығып, комбинаттың ауласын, темір қақпаны және қараңғы бұрыштарды күзете бастады. Олардың жүректерінде қорқыныш бар еді. Қанша мықты болса да, түн ішінде жалғыз өзі бүкіл мафияға шабуыл жасауға келе жатқан адамнан кімде болса қорқатын еді. Көрінбейтін ажал, инфильтрация. Ет комбинатының сыртындағы биік кірпіш қоршаудың жанындағы қараңғы бұталардың арасынан Арманның көздері ғана жарқырап көрінді. Ол жағдайды толық бағалап үлгерді. Шатырда 2 адам мылтықпен жүр, қақпада 4 адам тұр, аулада тағы бірнеше адам патрульдеп жүр. Бұл Сириядағы блокпост емес.
Бұл одан да оңай деп ойлады Арман, ол ешқашан алдыңғы есіктен кірмейтін. Ол комбинаттың ескі канализациялық құбыры өтетін артқы жағына барып, шойын қақпақты дыбыссыз көтерді. Сасық иіс пен ылғал оның бетіне ұрды. Арман тар құбырмен еңбектеп отырып, комбинаттың тура жертөлесіне ішке кірді. Жертөле іші тас қараңғы, су. Төбеден су тамшылап тұр. Арман баспалдақпен жоғары көтеріліп, бірінші қабаттың электр қалқанына электрощиток келді. Бұл өнеркәсіптік ғимараттың күре тамыры еді. Арман тактикалық пышағын шығарып, негізгі қуат кабельдерін бір-ақ кесті. Шатырлаған ұшқын шықты. Дәл осы сәтте бүкіл ет комбинатының іші де, сырты да көзге түртсе көргісіз, тас қараңғылыққа батты. Жалт-жұлт еткен жалғыз жарық кейбір дәліздердегі әлсіз, қызыл түсті апаттық шамдар, аварийное освещение ғана қалды. Электр сөнді. Жарық қайда? Деген бандиттердің айқайы цехтың ішінде жаңғырып кетті. Баханың дауысы рациядан естілді. Дүрбелеңге түспеңдер. Генераторды қосыңдар. Фонариктеріңді жағыңдар. Ол осында. Күзет жағдай қалай? Шатырда тұрған екі күзетші қараңғы аулаға үңіліп қарай бастады. Бірақ олар өздерінің арт жағындағы шатырдың люгінен елес сияқты шығып келе жатқан Арманды байқамады. Арман өте баяу, мысықтай басып келіп, бірінші мергеннің аузын жауып, желкесінен арнайы әскери әдіспен залым шей қысып есінен таңдырды. Оның құлаған дыбысын естіп, екіншісі бұрылғанша Арманның бәтеңкесі оның кеудесіне тиіп, ол шатырдан төменге, ауладағы бос жәшіктердің үстіне күрсетіп құлады. Шатыр тазартылды. Мұздатқыштағы тозақ, психологиялық соғыс. Арман шатырдан ішкі цехқа, үлкен желдеткіш тор, вентиляция арқылы түсті. Ол өзіне тасатын үлкен темір ілмектері, крюктары бар, бұрынғы мұздатқыш камералардың, морозильниктердің дәлізінде тапты. Бұл жердің ауасы суық. Ал төбеден ілулі тұрған жүздеген үлкен темір ілмектер жел соққан сайын сыңғырлап, қорқынышты дыбыс шығаратын. 4 қарулы бандит осы дәлізді тексеруге келді. Олардың фонариктері қараңғылықты тіліп өтіп әрі-бері жүгірді. Ол осы жақта болуы мүмкін. Сақ болыңдар, деді біреуі дірілдеген дауыспен. Кенеттен дәліздің соңындағы темір ілмектердің бірі қатты сылдырлады. Төртеуі де сол жаққа қарай мылтықтарын кезеніп жарық түсірді. Ол жерде ешкім жоқ еді. Бірақ олардың артында, төбедегі құбырда асылып тұрған Арман төменге, ең соңғы бандиттің үстіне секірді. Оның мойнынан аяғымен қысып жерге құлатты да қолындағы мылтығын тартып алды. Бандиттің аузына шүберек тығып көлеңкеге сүйреп әкетті. 3 бандит артқа бұрылды. Леха қайда кетті? Жаңа ғана артымызда тұрған жоқ па еді? Деп айқайлады біреуі үрейленіп. Олар жан-жаққа жарық түсіріп артқа шегіне бастады. Кенеттен олардың үстінен төбедегі темір тордан бір ауыр зат құлап түсті. Бұл әлгі Леханың белінен байланған, ес-түссіз жатқан денесі еді. Ол ілмекте асылып тұрды. Бандиттер қорқыныштан бақырып жіберіп төбеге қарай оқ ата бастады. Тра-та-та-та. Олардың оқтары бос бетонды тесіп жатқанда, Арман бүйірдегі қараңғылықтан шығып, екінші бандиттің қолындағы фонаригіне дәлдеп темір бөлшекті лақтырды. Фонарик сынып бөлме тағы да тас қараңғы болды. Арман олардың ортасына кіріп кетті. Қарусыз, тек жұдырықпен және пышақтың сабымен жасалған бірнеше жойқын соққы. Біреуінің тізесі сынды, екіншісінің жағы айырылды. Үшіншісі мылтығын тастай салып, адам емес бұл. Жын деп бақырып кері қарай қашты. Бірақ ол алысқа бара алмады. Арман оның желкесінен ұстап, қабырғаға қатты соқты. 4 адамдық патруль 1 минутқа жетпей жойылды. Арман ешкімді өлтірген жоқ, ол тек мүгедек етіп істен шығарып жатты. Оның мақсаты олардың жүрегіне жабайы қорқыныш ұялату, олардың рухын сындыру еді. Орталық цех, жыртқыштың ашық майданы. Ауладағы және дәліздердегі барлық патрульдер үнсіз қалды. Рациядан тек ыңырсыған дыбыстар мен статикалық шуыл ғана естілді. Орталық цехта Баха мен оның ең мықты 15 адамы қоршау құрып тұрған еді. Олар ортадағы үстелдің айналасына жиналып, барлық есіктерге мылтықтарын кезеніп тұрды. Бөлмені тек 2 үлкен прожектор ғана жарықтандырып тұр. Неге үнсіздік? Рацияға жауап беріңдер,
деп ақырды Баха терлеп тепшіп. Оның даусында енді ашу емес, нағыз қорқыныш бар еді. Ол бәрін қырып тастады ма? Жалғыз өзіме? Мүмкін емес. Кенеттен цехтың үлкен екі темір есігі бар күшімен ашылып кетті. Бәрі сол жаққа қарай мылтықтарын бағыттады. Бірақ есіктен ешкім кірмеді. Оның орнына есіктен ішке қарай екі темір қалбыр домалап кірді. Бұл не? Граната. Жатыңдар, деп бақырып жіберді Тарзан жерге құлап. Бірақ бұл жарылғыш граната емес, көзден жас ағызатын, слезоточивый газ және түтін шығаратын әскери шашкалар еді. Олар пш етіп ашылып, цехтың іші аппақ, қою түтінге толды. Прожекторлардың жарығы түтіннен өте алмай қалды. Көздері ашып тұншыға бастаған бандиттер жөтеліп, не істерлерін білмей сасқалақтап қалды. Атыңдар есікке қарай. Атыңдар, деп бұйырды Баха. 15 автомат пен дробовик есікке қарай қарша бұрады. Гильзалардың сылдырымен оқ дауысы құлақты саңырау қылды. Олар оқтары таусылғанша түтінге тесіп жіберді. Бірақ ешкім құламады. Өйткені Арман есіктен емес, жоғарыдан, цехтың төбесіндегі темір көпіршеден, мостовой краннан секіріп түскен еді. Ол дәл олардың ортасына түсті. Бұл нағыз қанды қасапқа айналды. Түтін ішіндегі жақын қашықтықтағы ұрыста ближний бой, Калашников автоматтарының ешқандай пайдасы жоқ еді. Ал Арман бұл өнердің хас шебері болатын. Ол жерге түскен бойда бірінші бандиттің қолындағы автоматын қағып түсіріп, оның өзін екіншісіне қарай лақтырып жіберді. Ол айнала қозғалып, найзағайдай жылдамдықпен соққылар жасап жатты. Біреуінің тізесін сындырса, екіншісінің иығын шығарып тастады. Арман өзімен бірге қару әкелмесе де, жаулардың өз қаруын өздеріне қарсы қолданды. Ол бір бандиттің қолынан түскен Калашниковты ауада қағып алып, оны шоқпар, дубина ретінде қолданып, үшеуін сұлатып салды. Автоматтың прикладымен жасалған соққылар сүйектерді сындырып жатты. Түтіннің ішінде бандиттер бір-бірін танымай, бір-бірін ұрып, біріне бірі оқ атып, толықтай хаосқа, тәртіпсіздікке ұшырады. Менің аяғым. Ол менің аяғымды сындырды, деген айқайлар шығып жатты. Арман Сириядағы жаулармен салыстырғанда бұларды тек маскүнем балалар деп қана бағалады. Олардың қорқақтығы сонша 3-4 соққыдан кейін қалғандары қаруларын тастап, еденге жатып алып жалынды. 2 минуттың ішінде 15 адамдық қоршау бұзылып, еденде тек қанға боялып, ыңырсыған бандиттер ғана қалды. Түтін біртіндеп сейіле бастады. Ортада тек бір ғана адам аяғынан тік тұрды. Арман оның демалысы бір қалыпты, көздері әлі де су. Баханың соңғы қорғаны және күтпеген кепілдік. Бірақ Баха бұл бөлмеде жоқ еді. Арман цехтың артындағы ауыр темір есікпен жабылған Баханың жеке кабинетіне қарай бұрылды. Оның алдында үлкен темір қақпа тұр. Бұл қақпаның артында Баха тығылып жатқан болатын. Арман жерде жатқан бір дробовикті алды да, есіктің құлпына жақындап, 2 рет оқ атып, құлыпты тас-талқан етті. Ол темір есікті бар күшімен теуіп ашты. Ол ішке кіріп, өзінің тактикалық пышағын суырып алды. Бірақ бөлме ішіндегі көрініс оның қадамын кілт тоқтатуға мәжбүр етті. Кабинеттің ішінде Баха тұр еді. Оның жүзінен қорқыныш пен зұлымдық қатар көрініп тұрды. Оның қолында оқталған Макаров тапаншасы бар. Бірақ оның тапаншасы Арманға емес, оның алдында тізерлеп, шашынан ұсталып тұрған жас қыздың басына тақаулы еді. Бұл қыз ет комбинатының қарапайым жұмысшысы, ауысыммен қалған 19 жастағы студент қыз болатын. Баха оны кепілдікке заложник алып үлгерген еді. Қыз қорқыныштан дірілдеп, көз жасына көл болып жылап тұрды. Қимылдама. Қаруыңды таста, спецназ. Деп бақырып жіберді Баха тапаншасын қыздың самайына қаттырақ басып. Бір қадам жасасаң, мына қаншықтың миын шашып жіберемін. Сені герой дейді ғой. Ал герой, құтқар мына бейшараны. Тізе бүк. Тізе бүк дедім мен саған. Арманның көздері тарылды. Оның Сириядағы тәжірибесі бойынша террористермен келіссөз жүргізуге болмайтын. Бірақ бейбіт адамның өмірі оның басты қағидасы еді. Арман қолындағы дробовикті баяу ғана жерге қойды. Бірақ оның оң қолының жеңінде, көрінбейтін жерде, екінші кішкентай лотартар, метательный,
пышағы жасырулы тұрған еді. Психологиялық соғыс. 5 метрлік өлім аймағы. Баханың кабинетіндегі ауа қорғасын құйылғандай ауырлап кетті. Шашынан жұлқынып, басына Макаров тапаншасы тірелген 19 жастағы студент қыз қорқыныштан еңіреп жылап тұр. Оның жанарынан құтқарыңызшы деген үнсіз жалыныш Арманның жүрегін тіліп өтті. Баха тапаншаның шүртпесін, курогын қайырды. Шырт еткен дыбыс кабинеттегі өлі тыныштықты бұзды. Неге тұрсың қатып? Тізе бүк дедім мен саған. Қолыңды төбеңе қой. Деп ақырда Баха көздері шарасынан шығып, оның маңдайынан бұршақтап тері ағып жатты. Ол алдында тұрған адамның көзінен қорқыныштың титтей де ұшқынын көре алмағаннан одан сайын жын қаққандай ашуланды. Арман оның бұйрығын орындауға асықпады. Ол миындағы арнайы жасақ компьютерін іске қосты. Қашықтық 5 метр. Макаров тапаншасының оғы секундына 315 метр жылдамдықпен ұшады. Баханың саусағы шүртпеде қатты қысылып тұр, жүйкесі жұқарған. Кез келген сәтте байқаусызда атып жіберуі мүмкін. Қыздың бойы Бахадан сәл қысқа, оның оң иығы ашық тұр. Менің пышақ лақтыру жылдамдығым 0,4 секунд. Егер Арман сәл қателессе, кінәсіз қыздың миы шашылып түсереді. Оған Баханың назарын өзіне аударып, оны ашуландырып, психологиялық тепе-теңдіктен шығару керек болды. Сен өзіңді қаланың қожайынымын деп ойлап едің, Баха, деді Арман өте баяу, мұздай суық, кекеткен дауыспен. Ол дробовикті жерге қойып, екі қолын ақырын ғана жоғары көтере бастады. Ал шын мәнінде сен бейшара қорқақсың. Өз қателігің үшін жауап берудің орнына кішкентай қыздың артына тығылып тұрсың. Мен Сирияда талай жанкештіні көрдім, бірақ олардың өзі сендей төменге түспеген. Сен тіпті еркекте емессің. Бұл сөздер Баханың намысын таптап өтті. Өмір бойы барлық адамды қорқытып, өзін хан санап үйренген қылмыс серкесінің бұл қорлыққа шыдамы жетпеді. Жауып үніңді, ит. Мен сенің миыңды қабырғаға шашамын қазір. Сосын анаңның үйіне барып, оны тірілей өртеймін. Баха ашудан булығып, тапаншаны қыздың басынан жұлып алып, 1 секундқа Арманның кеудесіне қарай кезенді. Бұл оның өміріндегі ең үлкен, ең ақырғы қателігі. Найзағай соққысы және жыртқыштың секірісі. Сол 1 секунд Арманға жеткілікті болды. Ол жоғары көтеріп бара жатқан оң қолының жеңінен серіппелі механизммен бекітілген, кестірілген. Арман тізесін бүгіп, жерге отыра берген қозғалысының екпінімен пышақты Бахаға қарай сілтеп жіберді. Ызың еткен дыбыс ауаны тіліп өтті. Пышақ найзағайдай жылдамдықпен ұшып барып, Баханың тапанша ұстаған оң қолының білегіне тура сүйектің ортасына қадалып қалды. Баха жан түршігерлік айқаймен тапаншасын қолынан түсіріп алды. Тапанша жерге түсіп бара жатып атылып кетті, оқ бетон еденге тиіп шашырады. Баха қыздың шашын қоя беріп, қадалған пышақты ұстап еңкейген сәтте, Арманның өзі қабыланша атылып, 5 метрлік қашықтықты бірақ секіріп өтті. Ол қызды сол қолымен қағып алып, бұрышқа қарай итеріп жіберді де, оң аяғымен Баханың иегінің астынан, тура тамағынан жойқын соққы жасады. Қырт еткен дыбысы естілді. Баханың аяғы аспаннан келіп, ауыр денесімен үстелдің үстіне, одан барып еденге күрсетіп құлады. Оның жағы сынып, аузынан қан бұрқ ете түсті. Ол есін жиып үлгермей жатып, Арман оның үстіне мініп, сынған қолын артына қайырып, бетін су кафельге қатты басты. Баха ыңырсып тұншығып жатты. Арман бұрышта қалтырап отырған қызға бұрылып, көзіңді жұмда, құлағыңды жауып ал, қарындас. Бұл жерден тездетіп кет, деді бұйрықты үнмен. Қыз басын изеп есікке қарай тұра қашты. Сынған тәж, қасқырдың мүсәпірге айналуы. Енді кабинетте Арман мен Баха ғана қалды. Арман Баханың білегіне қадалып тұрған пышағын суырып алды да, оның қанға малынған жүзін қылмыскердің көзінің алдына келді. Мен саған айтқамын, Баха. Менің анамның көз жасы үшін сенің бүкіл империяң жанып кетеді деп. Көрдің бе? Сенің ақшаң да, қаруың да, артыңдағы 30 итің де сені құтқара алмады. Деді Арман оның желкесінен басып. Баха аурудан бақырып, қан түкіріп жалынды. Кешір. Брат, кешір мені.
Ол кемпірдің сенің анаң екенін білмедім. Қанша ақша керек саған? Сейфте долларлар бар. Бәрін ал. Мені өлтірмеші. Аяғыңа жалынайын. Мен бұл қаладан кетемін. Сырттағы цехта естерін жия бастаған бандиттер қанға боялып, есікке қарай еңбектеп келе жатқан еді. Олар өздерінің құдіретті бастығы Баханың қандай бейшара күйде, еденде жатып бір адамға жалынып жатқанын өз көздерімен көрді. Баханың криминалдық беделі сол сәтте бір жола күл талқан болды. Бастықтарының қорқақ, өз жаны үшін бәрін сатуға дайын екенін көрген бандиттердің ішіндегі қорқыныш енді жиіркенішке ұласты. Бұл Арманның негізгі мақсаты еді, жауды өлтіргеннен гөрі, оның беделін өлтіру әлдеқайда тиімдірек болатын. Арман пышақты оның мойнына тақап тұрып: «Маған сенің арам ақшаң керек емес. Сенің қаныңды төгіп, қолымды былғағым да келмейді. Бірақ сен менің отбасыма тиістің. Оның құны қымбат болады» деді. Арман Баханың сау қалған сол аяғын тізесінен ұстап, қарсы бағытта бар күшімен қайырып жіберді. Сырт еткен сүйектің сынығы бөлменің ішін жаңғыртты. Баханың шыңғырған даусынан цехтағы бандиттердің де зәресі ұшты. Ол енді өмір бойы ақсақ болып өтетін болды. Егер тағы бір рет сенің иттеріңнің біреуі менің көшемде көрінсе, немесе анамның дүкеніне жақындаса, келесі жолы сенің басыңды кесіп, базардың ортасына іліп қоямын. Ал қазір жоғал бұл қаладан. Арман оны желкесінен итеріп жерге тастады. Көлеңкенің жоғалуы және полиция сиренасы. Арман Баханың сейфін ашып, ішіндегі қанмен келген миллиондаған теңге мен долларларды алған жоқ. Ол қылмыскердің деңгейіне түскісі келмеді. Ол тек өзінің қаруларын, пышақтарын жинап тазалап алды. Кенеттен сырттан, алыстан полиция көліктерінің сиренасы естіле бастады. Бұл бағанағы қашып шыққан қыздың немесе маңайдағы тұрғындардың хабарлауымен келген полиция, жедел әрекет ету тобы СОБР еді. Арманға полициямен кездесудің қажеті жоқ болатын. Ол заңсыз басып кірді, адамдарды жарақаттады. Заң бойынша оны да қамауға алуы мүмкін еді. Ол Баханың сынған терезесінен қараңғы аулаға қарғып шықты. Күзгі ызғарлы түннің ішінде ол өзінің қара киіммен көлеңкеге айналып, ескі қабырғадан асып түсіп көзден ғайып болды. 2 минуттан соң ет комбинатының ауласына ондаған полиция көліктері басып кірді. Автомат асынған арнайы жасақ, спецназ полициясы цехтың ішіне кіргенде, олардың көздері шарасынан шыға жаздады.